Менің туған өскен жерім Семейдің Аягөз деген, Шұбартау деген өңірлері. Ол жер мына Семейдің Шұбартау ауданы, мына Қарағандының Егіндібұлақ ауданымен шектеседі. Ар жағында Қарқаралы жақын. Ал енді біздің ауылда негізінен етек алған күй дәстүріне Байжігіт деген домбырашы адам болған. Байжігіт 18 ғасырда өмір сүрген. Кезінде аты шықпаған, бірақ Мұхтар Мағауиннің сол күшінің арқасында шыққан Байжігіт. Мына Керей деген рудың ішінде Абақ деген тармағынан шығады Байжігіт. Сосын Абылай ханның уәзірі болған, батыр болған, қолбасшы болған, және домбырашы болған керемет. Сол кісінің күйлері тараған негізінен Семей, Шығыс Қазақстан, сосын Қытайдағы Шығыс Түркістан бар ғой. Шыңжаң, Алтай сол жерлерге тараған негізінен. Ал кейіннен Байжігіт өлгеннен кейін артында Қуандық деген шәкірті қалған. Қуандықтан мына өзіміздің Тәттімбет үйренген. Қуандық мына Байжігіттің туған балдызы болған. Байжігіт яғни Қуандықтың жездесі ғой енді. Сөйтіп жалғасып келе тұрған енді. Байжігіт болды, одан Қуандық болды, одан кейін Тәттімбет болды. Бірақ Тәттімбет күй өнерін мүлдем басқа салаға салып, бұрып үлкен өреге жеткізген. Қазақ даласында, Қазақ сахарасында бұрын болмаған өреде көтерген ғой күйді. Орындаушылық дәрежесі жоғары көтерген. Өйткені мына орыстың бір музыкантының бір айтқан қағидасы бар. Мына күй, енді біз күй деп айтамыз ғой, орысша музыка дейді ғой. Мына не? Күй шығарушылық, композиторлық дейді. Композиторство это высший род исполнительства дейді. Яғни күйді, музыканы орындауды жете меңгерген адам барып жүрегі дауалап жақсы күй шығара алады. Сондықтан Тәттімбет орындаушылыққа аса жоғары талаптар қойған. Соның арқасында Тәттімбеттің кейбір күйлері жоғалуының себебі де содан келіп шығады. Өйткені кейбір күйлер Тәттімбеттің өзі ғана тарта алатын болған. Соның арқасында жоғалып кеткен. Өйткені өзінен кейінгілер тарта алмаған, ала алмаған. Сондай дәрежеде. Сондай дәрежеде болған.